жерімбе, мынау менің сан жүгірген белімбе. Мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елімбе. Мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елімбе. Шынымен ақ кеткенім беу шалықтап, жас балаша тұрмын бәлдеу қалықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Көрген сайын көңіл кірі аршылар, әркімнің ақ туған жері бар шығар. Бірақ маған жеті ата, жеті қазына, ұрпақтар бірлігі, ұлттың мәңгілігінің кепілі. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышың мыстық жас боп тамшылар. Туған жерім сағынышым сарғайған, құстай ұшып келем саған шалғайдан. Жібек желің еркелетіп, елітіп, жылы леппен сүйіп жатыр маңдайдан. Жібек желің еркелетіп, елітіп, жылы леппен сүйіп жатыр маңдайдан. Жапырыла жасыл желек құрағың, жарқының мені сыңғырлайды бұлағың. Қасиетіңнен айналайын, туған жер көк майсаңды құшақтай кеп құладым. Қасиетіңнен айналдым ай, туған жер көк майсаңды құшақтай кеп құладым. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا، لبعت المكث فيها بالذهاب. طويل الشوق يبقى في Енді қатысына соңын қандай бағым ұсталып қой. Осы төлөрттен әлбетті осы қандай кәмірек осалында осы үй. Міне, ағажамыз осы жерде жей тұрған, ұшақ айында туып тұрған. Қара шаңырақ, өзіңде өстім бір кезде балаша жылап. Қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл қиялға қала салып. Қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл қиялға қала салып. Қара шаңырақ тағы кеп тұрмын алдыңа балаша жылап.
алаша құрақ, қара шаңырақ, қара шаңырақ. Жамағат, құрметті ауылдастар, туған туысқандар, жолдастар, құда жекжаттар, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сол міне осы Байтөре би әулетінің ұрпақтары Жанболат Табылды, Байтемір, Бақытты, тәтеміздің балалары, немерелері, шөбелері жиналып Құттыбай жиен ағамыздың балалары келді сонау Астанадан. Ас берейік деп шештік. Алла тағалам осы беріп атқан асымызды қабыл алсын, қабылдыққа жазсын. Сіздер енді білесіздер, осы төрт ағайынды мына мектептің ар жағында міне тұрғанбыз. Сол жерде өніп өскенбіз. Қазір осында біздің кенженіміз ғана қалды. Осы төрт ағайындың бәрі сол Жантас үйіне жиналады. Алла разы болсын, осы Жантас пен Қалия келінім бізді қарсы аладың қой. Біз енді Досымхан атамызды ешқайсымыз көргеніміз жоқ, немерелері. Жанболаттың балалары да, Табылдың балалары да, о кісі 50 жылы қайтыс болып кетті. Сол кезде менің әкем Жанболат 21 ғана жаста еді. Артында еріп келе жатқан Табылды інісі 16-да, Байтемір інісі 15-те ғана бала. Жалғыз қандастары 12-де болды. Бақыт тәте мына Нұрпейістер 10 баласы бар, Аллаға шүкір. Солардың бәрін өсіріп, оқытып, үйлендірген менің әкем Жанболат. Сондықтан олардың бәрі Жанболатты ата дейді, атасын көрген жоқ. Өздерінің әкесін Байтемірді әтай дейді, Табылдыны әтай дейді. Сол аталардың орнында сол менің әкем Жанболат жүрді. Өсірді соларды, Алла разы болсын. Ассаламуалейкум рахматуллахи баракатух. Жаңадан келген адамдар сауаптамыз. Жаңадан бәрін түсіндіріп айтып кетті ғой. Жеті атамызға арнап, Құран бағыштан дін мен дәстүрін жаңағы осы Қазақстан бұрыннан келетін бұл дәстүр ғой. Алла осы аруақтарға жететін мына оқылатын Құран дұғалықтар мына шығарып жатырмыз. Ихсан тағам садақаларын тауып осы аталарымыз шат-шат болсын, осы төрт ағайынды жиналып осы біраз берейік, осы Арбегеніміз біздің ауылымызға, туған жерімізге деп зілихат кесіп бастап, Нұртас ағамды көріп жүрді аятын. Алла разы болсын оларға. Енді біріншіден қазір Құран бағыштап олады. Мен өзім аударған Құран барды қазір. Енді мына Құран оқу сүннет тыңдау парыз, Құран оқыған тыңдаған адам 20 сауап жазса, оқыған адам 10 сауап жазады дейді. Алла тек қабылдығын жазсын. Көргеніміз жоқ дедік қой. Атаңды көрмесең де атаңды көргендер аман болсын, солар бар болсын. Осында екі ақсақалымыз бар үлкен. Рәшат Қорған. Сол аталарымызды көрген. Сол аталарымызға иқтарына шапан жауады деп шештік.
Bismillahirrahmanirrahim. Vatan bak olsun, vatan yerge bak olsun, aydaganların koy olsun, yegenlerin may olsun, balaların nemere, şöbürülür, yeğenlerinin mingeni, zorga tayip olsun, zorgalatıp gelgende, ağapaların mez olsun, sultan tonu karıların olsun, şırkapsalar endirin olsun, otura kalatın taktarın olsun. Жүрген жүрістерің оң болсын, қайда барсаңдардан алдарында жарқыраған жол болсын. Үй бала-шаға туған-туысқандарың аман болсын. Шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Ошақтарың мықты, қазандарың майлы болсын. Жаққан оттарың маздап жанып, түтіндерің тігішсін. Еш жамандық болмасын. Есіктерің айқара ашық болсын, қонақ жайлы болыңдар. Тек жақсылық болып, беріп атқан астарың бір Алланың құлағына шалынып тек үйлеріңе жақсылық әкелсін. Аман есен болыңдар, тек қана аман есен болып отанымызға тыныштық берсін, жастарға тәуелсіздік беріп, тек Қазақстан алға қарай дамып өрлей берсін, дінімізге қуат берсін, ауыл аймағымыз аман болып, тек қайғы қасіретсіз өмір сүруге бір Алла. Алға келгендей болды, қош көргенде. Картоптың не екенін білмейтінбіз. Ең бірінші рет осы картопты осы Досымхан Ақсақалдың үйінен жедік біз. Әлі бір şeyin ойымда бар. Мынау Павловшы деген жігіт білесіңдер. Бір баласы болды. Олар бәрі ел жетті, аман мүмкін азаматта өсті. Сол бала кезіміз ғой. Анау картоп сұраймыз. Ол ана Құбайкенің қалтасына картоп толтырып алады. Күлге көмілген. Әлгі қырсық бізге былай дейді. Ағатай десең берем. Біз сұраймыз ғой артынан. Қалмай. Сөйтіп ағатайлап ең бірінші картопты осы табылдыдан жегеміз. Бала болып өскенде. Сонда ағатай картоп беріштеп. Сөйткен жалғыз бұл емес, ауылда жалғыз үй шатырдың үйі болды. Шатырдың екенін білмей білген. Досымхан Ақсақалдың қазған оны. Салда погребі болды. Орыстар сияқты погребті картоп тұқымын дайындап келген жылға. Сонда сұрақтар. Сонда осы жаңалықтардың бәрін алғаш рет Арбигеннің балалары осы Досымхан Ақсақалдың үйінен көрдік біз. Оның үстінде балалық шақ қой. Біз ана Байтемір екеуміз Сарышнаға аулаймыз. Bir günü barsak, үлкен сасқызын тұсқап тұр, қақпақ. Енді барса қақпан-нақпанымен бізге қарсы секіріп, ұстатпайды. Оны көрмеген біз қасқырды көргендей болдық. Содан естен көріп. Анау Жапау фермада жұмыс істейді, Жапауға жүгірді. Әйтеуір барса бір ат тұр екен, Жапау отыра салды. Келді, қаяқ тауып алды. Ол сасқызын қойды, қорқыңдар деп. Шындаңыздар. Енді ол Жапауға да секірді. Сол кезде Жапау оны тұмсықтан біртерді, сол жерге құлап түсті. Сөйтіп алғаш рет сасқызымен танысқан біз Жапаудың арнасында. Бұл балалық шақтан бір естелік қой. Ал енді ұрпақтары бақытты болды бұл шетінен. Жаңа бүйтерінің әулетте өтір ғой. Бірі болса болғандай екен. Міне осы күнге дейін солардың шапағаты шығар. Анау біздің Байтеміріміз Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесінің депутаты болды. Біздің ауылдан. Ол көп адамның маңдайына жазылмаған бақыт. Негізінде бұл әулет өте мәдениетті әулет, өте сауатты әулет, жұмыскер әулет. Bir Tağlı'nın özü Trudovay frontқа барып келді әлгі. Сонда Tağlı'da келгенде Tağlı'da мықты Tağlı'da шахтер деп ана ораға қыстан қалған тезектерді шығарды қалпы. Сонда әлгі марқұм жалғыз өзі ана қораның ішінде жүріп фермеде. Не істеп жүріп десің? Ананы далаға лақтырады. Әйнектерін қойып. Сонда жалғыз өзі
алып, енді қандай батыр деп, алпамыс десең алпамыс, қашымхан десең қашымхан едім артым. Сонда ал күштің иесі. Солай бірге өстік бәріміз. Енді міне мына әулеті тіккен туларын жықпай, соны тігістеп, аспанда жетіп, міне артынан бәленбай жыл өтіп кетті. Битері бастаған әулетті еске алып, мінекей бізге тән таттырып отыр. Ниеттерің қабыл болсын. Енді қалған уақытта сендер де бақытты болыңдар. Досымхан атамызды жақсы білем. Атаға келетін болсақ, Досымхан ата деген ата сондай таза, киген киімінің бәрі соғыс уақытында жетпей оққан уақытында ол үсті басы тап-таза болып жүреді. Ол кезде тиері, киім киетін жері, соның өзін анау қойдың терісін әдемілеп суын жийтіп тастайды да жазғы күні жұқа шалбар киіп алады. Мына жерде бауырдың ана тырасының ар жағында қына шығады. Қынаны қайнатады, соған батырады, содан кейін әлгі көкөріп шыға келеді. Көк болады. Көк болады. Тап-таза. Ал енді мен көргенім, өзім еткенім. Бұл кісі ала өгізі болды. Басына жүгенді салып алады, ер-тоқымды салып алады. Біз артында жүгіріп жүреміз. Құйрығын қанжағасына байлап алады. Қай жерде жабдық, ол кезде машина жоқ, көлік қой. Соған мініп алады да, ол кісі өгізден отырып, төңіректегі ауылдардың бәріне барды. Не болды біздер? Бірінен қалған сондай адам болды. Міне балаларын бәрі өсіп жатыр. Екі бәйбішесі болды, Жамал, Жаным. Ол кісілерді көрдік. Отардан өсіп өлген. Бәрі бірдей тату болды. Bir үйде тұрдық. Мына зираттың ар жағында үйлері болды. Ол кісідей тұрған адам жоқ. Мен алғашқы буылдықпын, кәртесін буылдықпын. Соғысты öldірген. Мәшкен деген апамыз болды. Ана кісілердің несі, жеңгелері. Анау Досымханның барып буылдығын ұрлаңдар. Содан әкеп кәрі кетіп життеп марқым отырған үйге барлық әйелдер жинап отыр. Ері табақын салып отыр. Буылдығын жеп отыр. Темекін өсірген соғысы, анау еңді өсірген соғысы, анау ең аяғы қаз, сонымен соғыстың үйіне қосқан. Мінекей, сондай адам болды. Мынау Шегіренде беттехник болды, Печенка деген. Әлгі кісінен самыр болды. Мінекей, көрдіңіз ба? Орыстың сөйлеген уақытта мынау сөйледі. Міне, сондай адам болды. Міне одан тәрбиелеп өсірген балалары мінекей. Бүгін ас беріп жатыр, қабыл болсын, елдің сау бастары аман болсын. Бәйтемірдің балалары отыр, мінекей түмәлін көріп отырмыз. Анау Табылдың балалары, мінекей қазір 12-13 балалары бар. Оның біреуі бала шетінеді ғой, өзгелердің бәрі өмір сүріп жатыр. Үлкен қызы Зылиха, қазір Қарағандыда актриса жаңа көрдім. Айттым, құтты болсын, денсаулығың зор болсын дедім. Ана мынау беріп жатқан астарын қабыл болсын дедім. Жерде одан басқа не айтамын? Елдерің сау, бастарың аман болып тек үйлеріңде жақсы болып, аман есен болыңдар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін енді Алланың қалауымен Битөр әулеті, 4 ағайынның баласы, 3 ағайынның 3 ұл, әкем 2 інісінің балалары, қарындасы, содан кейін Дәулетияр атамның балалары, бәріміз қосылып ата-бабамызға ас бергелі жатырмыз, қабыл болсын. Айтады ғой, өлі байымай, тірі жарымайды деп. Біз бір жылдары неге Түркістанға барғанымызда Өзбекәлі Жәнібеков атамыз, ол кісі мәдениет министрі болған. Сол адам бізге Наурызды қайтарып берген, Тайқазанды Россиядан, Ресейден бізге қайтарып берген керемет адамның несіне, мазарына барып, сонда шырақшысы өзінің ұрпағы болып келеді. Керемет, сондай күліп тұратын адам. Сол кісі біз келгенде, ал
келдіңдер ме, жарайды келген екенсіңдер, отырыңдар. Бірақ естеріңде болсын дейді. Сендердің өз әулиелерің ең бірінші өз ата-бабаларың. Өз ата-бабаларыңа тағзым етіп қана бізге мында келіңіздер дейді. Сонда таң қалғанмын, шіркін-ай, біздің ата-бабамызды бірінші ата-бабамызды ұлықтап, ата-бабамызға тағзым етіп келуіміз керек екен ғой деп, сонда сол кісінің сөзі мені таң қалдырған. Сондықтан өлі байымай тірі жарымайды дейді. Бүгін басымызды қосып, енді бергел жатқан асымыз қабыл болсын. Баршаңызға тек Алланың нұры жаусын, қабылдығы болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Қасиетті ғұлама, әулие, уахид хазірет атамыздың жанына келіп отырсыздар. Арнайы зиярат жасап, бір пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, зиярат жасаңыздар. Зиярат деген сөз барып, келу, кіріп, шығу, сәлем беріп шығу дегенге келеді ғой. Сонда мына сіздердің үлкен бір сәлем жасап келіп жатқан ниеттеріңіз қабыл болсын. Әрине сіздер бәріңіз де білесіздер ғой, бұл жерде кім жатыр, қандай адам жатыр. Бұл жерде ерекше бір мақтанып айтамыз, аузымызды толтырып, қасиетті біздің атамыз жатыр деп айтамыз, иә? Жүрген жерде солай деп жүрміз. Шариғат жолымен қарасаңыздар, бұл жерде Аллах тағаланың бір ерекше сүйген, ерекше бір таңдап алған өзінің сүйген әулиесі жатыр. Әулие, әмбие керемет, олардың денелері қияметке дейін шірімейді деп пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бізге жеткізіп кетсе, Аллаху субхана тағала Құран-ы Кәрімде бір аят түсіреді, әулие, әмбиелер керемет, олардың денесін біз қияметке дейін біз мүлде түзбейміз, оларға біз топырақты харам еткенбіз дейді. Сонда жаңағы не үшін айтып отырмын ол хадисте? Уахид хазірет атамыздың жатқан жерін сіздер білесіздер. Осы жерде 1853 жыл дүниеге келсе, 1926 жылы 73 жасқа келгенде дүние салды, Аллахына қайтты дейміз. Ол дүниеге кетердің алдында тірі кезінде келіп өзінің жатқан жерін арнайы көрсетіп кеткен ғой. Міне, мені осы жерге жерлеңіздер әкеліп. Бұл жерде қабірстан деген болмаған екен бұрын. Бұрын мына маңайдың бәрі қарағай, мына жер алаң үлкен көріп тұрсыздар ғой. Сонда Алла тағаланың әмірімен жаңа таңдап өзінің жататын жерін көрсетіп қойған ғой. Сонда айтады дейді ғой, мені мына жерге жерлеңіздер, қазір барғасын көрсетемін мазардың ішіне. Осы жерге жатқызыңыздар, және де менің үстіне топырақты былай қылып үйіп қоймаңыздар. Керегі жоқ оның. Ана үстіндегі тастыр ғой қазір. Осы тасты да қоймаңдар. Керек жоқ, менің үстімде бетім тегіс, жердің бетімен бірдей болып жатсын деген екен. Және де бір 30 жылдай уақыт өте шығар, менің қабірімнің үсті ойылып, сендерге белгі береді. Сол уақытта мен қабірімді ашарсыздар. Өзіміздің ауылдың ақсақалдар аталарымызға айтып жатыр. Сендер түсесіңдер ішіне деп. Жаңағы қорған ақсақал ағамыздың әкесі Арын Рашид қой, қабірді ашқан. Сонда айтады екен ғой, сен түсесіңдер. Сонда қабірді ашып жүрсе, жаңағы аманат ішін тазалайсыңдар. Қолдарында күрек сымнан болмасын, қолмен тазалаңдар деп сонда біздің аталарымыз енді бәрі қабірді кім ашып болмай ашады. Ойнап күліп ешкім ашпайды, иә? Бисмилlah қылып, әркім құландарын тағыштап, елдің ашқанда, міне, әулие әмбие олардың денелері қияметке дейін шірімейді деп Аллаху тағала Құран-ы Кәрімде түсірсе, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бізге хадис арқылы жеткізді.
السميع العليم وتب علينا يا وكرمنا بكرامات القرآن وشرفنا بشرفات القرآن والبسنا بمنحات القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمتي محمد بحق القرآن بفضلك وجودك وكرامك وإحسانك ورحمتك وأكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين аса қауіпті ерекше мейірімді 18 мың адамның иесі Аллаху Тағала бүкіл мақтауында өзіне өтті. Сәлем салауат пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям тазарухына тән. Алла сенің разылығына бөліну үшін оқыған Ясин сүресінің аяттарының сауабын Хазрет Абдул-Уахид әулие атамыздың рухына бағыштадым. Қарымбай қызы Гүлжан апамыздың рухына бағыштадым. Onlara kara olsa bu ikinci kul kızlardan karanlıkta sayılan vakitlerine başladı. Kendine armayı seyit kazı kaşaklarımızın ruhuna, muhtarikam olası miyetlerin atamızın ruhuna, ona havuzdan özetken erbatların bağışlasına, o şirde armayı kollayıp ziyaret etmeden azı. Ата көшерден бері Қарагөз екеуміздің арамыз алқада, әлде болмас санап берейін. Естідіңдер ме мынаның сөзін? Бұл заманның сұмдық бастар ұлының тілін! Құдай екен расым еді, соны айтқанда сұмдық па еді? Сұмдық! Сұмдық! Мен Шабайдың әр шешесін Ақшегешедей туғанмын. Әкесінің оңын қайнаққа дегенім. Төрі түгіл отының басын аттап көрген емеспін. 5 ата, 6 ата айырушым еді сендерді. Аталасы болса қайтен, 6 атада қыз алысып, қызда беріспеуші еді. 7 жылдан бері қай қазақ қыз алысып еді. Не бәле, не қаза көрдім мен бүгін. Кірсем шынап қара жерге. Башарықтық бәйбіше. Мұсылмандық шариғатыңыз алқада түгіл, немерені де қосады. Арада мал мен шырмап, ата мен мата отырмасаңдар Қарагөз маған. Мен Қарагөзге бүйір мал болсам да, кәмір қауымында өтпесе қой. Жолың болсын. Ендеше бүйірмәйін. Özür balası istemeydin, vermeydin dedim жерге tak. Tayılmasa, tartılmasa, ana tuğan sındı. Peki tak. Қазақтың ұл қызы 7 атасын білу парыз. Ата-бабаларымыздың жолын ұстанып, мен кітап жаздым. Міне мынау Бейтөре би әулеті шежірен. Бұл атадан балаға мұра. Енді қазір осы тұсаукесер алдында менің бауырым Нұртас біреуге ата, біреуге әке, біреуге аға. Үлкендеріміздің бірі ғой, батасын берсін. Ауызы биллахи минашшайтониррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла разы болсын. Ата-баба рухы қолдасын. Ұрпағым саған аманат.
қан мен термен жазылған тамырың тереңге жазылсын. Тегіңе келтірме қиянат, шежіреңді шын сақта, адал бол, аман бол, ата жолы жалғасын. Аллаху акбар, амин. Ол шежіре әр үйдің төрінде Құран кітабы ілулі тұр. Сол Құран кітаптың жанында қатар ілулі тұратын шежіре. Бұл ата бабамыздың қайда шыққан, қайда кіндік қанымыз туған жерімізге жазылған кітаптың ішінде. Бұл әр қайсымыз әулетіміз бірімізді білетін болдық. Осы шежіре кітаптың арқасында. Сіздің арқаңызда. Рахмет сізге. Қаламыз шылана берсін. Қалам болыңыз. Осындай кітап шығарып біздің әулетті көтеріп жатсыз. Алладан қайтсын, Алла разы болсын, бала шағаңыздың болыңыз. Біздің шаңырағымызға жүрегімізге кіргіздік. Аллаға сансыз шүкір. Зілихамның арқасында. Бұнда сенің нағашы жұртың бар, одан кейін өз жұртың бар мұнда. Сен бай адамсың. Өйткені мынаның ішінде сіздің өз жұртың нағашылардың бәрі жазылған. Нағашыларына тартқан адамдар бәрінің шетінен ұстаз. Бұл ұстаздар деген балаға тәрбие беріп жүрген балаларға ұстаз адам бұл кітапты мықты ұстайды деп ойлаймын. Өзінің баласына, одан кейін тағы да өзінің туған туысқандарына, жаңа өзінен тарағандарға ұсынады. Осы мәңгілік саған жақсы кітап. Жақсылық әкелсін. Ал ағайын, бүгін Аллаға шүкір, шежіре қолымызға түсті. Тек бір Алланың қалауымен біздің рухты деп айтамын. Зілиха апайымыз, рухы бар адам ғана осыны жасай алады деп ойлаймын. Зілихаға алғысым шексіз. Алтыным, өсіп өдіңіз. Бар жақсы тұрың, екі дүниеде бақытты болыңыз. Сіздер үшін. Сені жақсы көреміз, сіздер жақсы көреміз. Ұрпақтар сабақтастығы, ұлттың ұйытқысы, тамыры тереңге кеткен тарихтың жалғасы.